Сенің өміріңді түп санаң басқарып тұр, ал сен оны тағдыр деп атайсың. Адам өмір бойы тырысып жүргені бала кезінен қалыптасқан болмысты бүтіндей түгендеу ғана. Қуаныштың мағынасын қайғысыз түсіне алмайсың. Екі жанның тоғысуы, екі химиялық заттың қосылуы сияқты, ең кіші реакцияның өзі олардың екеуінде түбегейлі өзгертеді. Сыртты ғана бағдарлаған түсінде жүр, ішке үңілген оянған жан. Ақыл әлемді бағындырады, ал кіршіксіз тазалық жанды жаулап алады. Жақсы болуға тырыспаймын, бүтін адам болуға тырысамын. Өміріңнің алғашқы жартысы өзгенің көзімен өтеді, екінші жартысы өз ішкі дауысына ерген сәтте ғана басталады. 100 дана бас бірігіп, бір ақымақ шығады. Өмір ағында ешкім уайымсыз емес. Бәріне бірдей жарамды өмірлік нұсқаулық жоқ. Бір адамға жарасқан аяқ киім екіншіге азап болуы мүмкін. Тұқым топырақ астында тыныш жатқанымен, уақыт келгенде жарыққа бет түзейді. Адам да өзін өзі ғана құтқара алады. Жан дауысы әрі ең үлкен үрей, әрі жалғыз құтқарушың. Көп адамның ең басты сабағы өзін өзі қабылдай білу. Егер сын мақсаты бұзу, күйрету болса, ол табысты. Бірақ мақсаты құру, тұрғызу болса, сын, жарақат салушы ғана. Психотерапияның мақсаты адамды бақытты ету емес, азаппен күресуге дайын етіп тәрбиелеу. Адам екі рет өмір сүреді, алғаш рет басқалар үшін, екінші рет өз болмысы үшін. Екінші өмір 40-тан басталады. Орта жастан кейін тек өмірмен қоштасуға дайын адамдар ғана шын мәнінде өмір сүре алады. Баланың тәрбиесі ересектің сөзінде емес, ісінде. Қиындық жан саулығы үшін қажет. Ауру оятушы үн. Шынайы шығармашылық ақылдан емес, ішкі қажеттілік пен ойыннан туады. Барлық ұлы істер қиялдан бастау алады. Қиял адам рухының қасиетті мекені. Ойлау қабілеті бар жан, жануарлар әлемінен биікке ұмтыла алады. Біз оқиғаға емес, оқиғаға көзқарасымызға байланысты өмір сүреміз. Адам өзгертуге емес, жарық болуға тиіс. Күн секілді жарқырасын, кімге қалай әсер ететіні тағдырдың ісі. Адамның міндеті бейсанадан шыққан нәрселерге саналы түрде көз жеткізу. Әркім өз тағдырын айналып өтіп, шетпен емес, жүрекпен танып, сол жолда адасу арқылы өз байлығын табады. Өзіңнің көлеңкеңді түсіну, өзгенің көлеңкесін жеңудің ең әділетті жолы. Адам жарыққа бет бұрған сайын, оның артындағы көлеңкеде үлкейеді. Адам өзін тану үшін, басқа жанның көмегіне зәру. Басқа жанға назар аударту арқылы, біз өзімізді тереңірек танимыз. Мәнсіз ұлылықтан мағыналы қарапайымдық әлдеқайда қымбат. Махаббат билік құрған жерде күштің қажеттілігі жойылады. Билік үстемдік еткенде махаббат жоқ болады. Құмарлықтың тозағынан өтпеген шын сабырды меңгермейді. Тек оймен өмір сүрген жан сезімсіз, ал тек сезіммен жүрген ойсыз. Ашу үстінде өзіңді жеп қоясың, ал сөзің қарсы алдыңдағының жүрегіне суық найзадай қадалады. Адамның өмірдегі ең басты міндеті қараңғының ішінде жарық болу. Адам өмірі тамыры тереңде жатқан өсімдік секілді. Көрінген бөлігі тіршілік, көрінбегені жан тірегі. Жек көруді жек көрумен емес, махаббатпен жеңу керек. Қайшылықтың ішіндегі күрес, шынайы тыныштық пен тұрақтылыққа жеткізетін жол. Маңыздысы, адам не айтатыны мақұлдайсың ба, жоқ па, ол кейінгі мәселе. Адамзат бір тұтас рухтың бөлшегі. Біз бәріміз бір тұтас адам баласының көрінісіміз. Білім бізді байытпайды, ол бізді аңыз әлемінен алыстатады. Генийдің дарыны мен адамдық қасиеті кейде соншалық алшақ, кейде дарынсыздық, бақыттың өзі тәрізді. Сезім болмаған жерде рухтың көлеңкесі тереңдейді. Жаратушылық күш, екі қырлы қылыш.
Оның игі не зұлым күшке айналуы адам рухының тазалығына байланысты. Балаңды өзгерткің келсе, алдымен өзіңе үңіл. Ол сенің бейнеңнің шағылысы ғана. Бейсаналық сөзге түспеген адамзаттың бағзы дәуірінің шежіресі. Өмірдің ең маңызды мәселелері шешілмейді. Олар тек кемелдік арқылы асып өтіледі.